Так, бүгін 7-ші күн басталды. Бізге бүгін қонақтары келді. Альбидің видео бағаның үшіншісінің ата-аналары келіп, оны оқуға жайғастырып жатыр. Ал бізде ешқандай пункт жасалған жоқ, қазір оны жасауға кірісеміз. Так, қонақтарды күтіп алдық. Кіргіздік барлығын. Енді 5-те бір жерге біреу шақырды. Сол жерге барып көреміз. Сосын по пути аудиокнига. Аудиокниганы по пути бітірдім. Енді менде тренировка бар, монтаж бар. И газировка, диета, в общем, дым ішпеу керек қой. Фастфуд. Алдында емес, кеше мен сэндвич жеп қоя жаздадым. Потом есіме түсті, ты чё деп. Кеше қадап қоя жаздадым негізі. Так что пока по плану все. Кстати, кешегі тренировкадан кейін алдым, артым бәрі ауырып тұр. И осанка туралы. Оказывается, осанка сен всегда қиын ғой тіке жүру. Оказывается, тіке жүру сен өзің ұстап отыр, потому что негізі бүйтіп өзің ұстап отырасың, күштейсің. Потому что арқаңдағы иттер слабы. Оны ұстай алмайды да осанканы. Сол үшін сен мына жердегі грудные мышцалар емес па? Сен оны барынша бүйтіп созылып тұру керек ол. Значит, оны растяжкамен созасың да. Растяжкамен созасың, алдағы еттер созылып тұру керек. Ал арттағы осанканы ұстап тұрған мынау екі омыртқаның жанында екі ет бар ғой, былай и былай кетіп қалады. Сол екі ет барынша қысқа болу керек. Сонда арттағы ет осанканы тартып тұрады, сен былай артқа тартып тұрады. Ал мына жердегі аяққа бүйтіп тұрғасын бүйтіп жетіп тұрады. Мынау ұзын, артта қысқа болған кезде осанка тіке болады. Сол кезде сен қиналмай тіке жүресің да. Сол кешегі мына. Если менде бір проблема бола ма, мен соны іздеп бастаймын. И анатомиясын қараған кезде солай екен. Пайдалы ақпарат. 5-тен 7-ге шейін бір нәрсе істедік. Айта қояйын. Қазір үйге баратырмын. Үйге барғаннан кейін бір кездесу болады. Кездесуде осы брейншторм ғой. Ақылдасамыз. Каждый кезде адамдарға, допустим, бір командада если 5 адам болса, бір адам басына бір идея келе ма, бір обсуждение керек болады. Бір идея, соны добить етіп керек та до конца. И сол үшін кездесулер ұйымдастырылады, потому что бір идея басына келе ма, ол сырой болып тұрады, когда сол идея 4 адамға айтылады ғой. Ол өсет басқа бір идея шығады да, түсіндің бе? Сол үшін айтады, идеяны айтуға қорықпаңдар. Сама идея вообще көп нәрсені решать етпейді. Просто оны идея и самый опасный момент бұл жерде сол идеяны жасайтын адам ғой. И самый көп адам, любой адам басына идея келе береді ғой, жасайтын да жоқ та. Бірақ ол идея жасайтын адамның қолына түсіп қалса, это воплощение болады. Так что идеяға айту қорықпаңдар, если ол командада болса, команда болып, тут адамның әртүрлі өз идеяларын қосқанда басқа бір продукт шығады да. Солай өсеміз. Қалайсыздар? Бүгін күн шамалы пасмурно болды. Күнді шамалы продуктивный болған жоқ. Басқа күндерге қарағанда да. Но осындай кезде сенің настроениең всегда күшті болмайды. Сен не всегда продуктивный боласың. Не всегда сенің күнің сен ойлағандай болады да. Сол кезде осы челлендж, допустим, егер челлендж болмағанда, сен жатар едің да сол күн бойы. Так, бүгін мен ұялаймын деп. Но когда сен челлендж қабылдадың, ты должен делать то, что должен, независимо от того, как себя чувствуешь деген сөз оққан бүгін. И дәл бүгінгі күнге келіп тұр да сол сөз. Бостан ба сол сөзді көрмедім да. Вот сол нәрсе маған движок болды, пинок болды сол нәрсені жасауға, челленджді тастап кетпеуге да. Вот сол үшін осы алдағы любой 85 күн болсын, біреуде 40 күн, біреуде 21 күнде қанша күн болмасын, алдағы уақыттарда и өмір бойы не всегда бәрі гладко болады. Осындай күндер болып тұрады, когда сен жасаған келмейді, когда сен ойлайсың, зачем вообще, смысл кетіп қалады, сенің мақсатында, сен арманда смысл кетіп қалатын кездер болады. Сол кезде сен нені ең басында қойдың, план қылып жасау керек деп, сен до конца жасау керексің. Независимо от того, как себя чувствуешь. Делать то, что должен деген сияқты ғой. Сол үшін не сдавайтесь, бұндай күндер болып тұрады. Менде де, Илон Маскта да, Стив Джобста да, кім болмасын, қандай миллиардер, триллиардер болмасын да. Самый простой, даже бомждың өзінде сондай күндер болып тұрады, когда ол арақта болады, когда арақта болмайды. Сол сияқты любой адам қандай, независимо материально вообще тәуелді емес. Сол үшін надо двигаться, осы челленджда всегда сені поток тастап отыруға тырысады. Сол үшін работайте, независимо от того, как себя чувствуете. Топите. Getting closer.